Mына қызым күміс салып. Мына қызым екеуміз сие салып жатырмыз қапаста үшеуміз. Сие салып сүт өнімдерінен қандай тағам жасауға болады, Адина? Ayran. Ayrandan kebap жасаймыз. Ірімшік жасаймыз. Салған сүтті сүзіп құйып аламыз. Көп тұрады, Адина, tasқа кетеді. Сүтті пісіріп айран қыламыз, Анашым, бұл сүтті не істейсіз? Бұл сүтті салдық, пісірдік. Енді бұны айран қыламыз. Айраннан не жасаймыз? Құрт жасаймыз. Тағам жасаймыз. Кеп салып көресің ба? Айран жасаймыз. Енді дайын болған айранымызды қалташаға салып кептіреміз. Қайырлы күн. Қызым екеуміз алдағы дайындаймыз деген құртты бүгін жасайын деп жатырмыз. 3-4 күн дайындап қойдық. Енді қазір осыдан құрт жасайтын боламыз, қызым? Кішкене тұз қосып жіберейік, дәмін келтіру үшін. Ал қызым, саған құрттың пайдасын айта өтейін. Құрттың пайдасы бұл сүйек пен тісті нығайтады. Құрт өйткені кальцийге бай болады, қызым? Құрт иммунитетті көтереді. Ол ағуызға бай болады. Бұл асқорыту жүйесін реттейді. Ішектің дұрыс жұмыс істеуін реттейді, қалыпқа келтіреді. Тұздалған құрт ұзақ сақталатын тағам түріне жатады, қызым. Жылдар бойы тұра береді сақтайтын болсаң құртты. Құрттың түрі өте көп болады. Қараш қандай әдемі. Енді осы екеуміз домалақтап құрт жасаймыз. Қазір мен саған көрсетемін, маған қарап жасай қой, қызым. Былай домалақтай берсек, мына екі алақанның ортасына былай салып аламыз. Былай домалақтай береміз, көрдің бе? Қазір құртты кептіріп, әдемі, көрдің бе? Сақтайтын боламыз. Ал жасап қойшы кәні. Кішкене бөліп аламыз. Құрттың түрлері көп болады. Ақ құрт. Ол тұз қосылмаған, жаңағы дәмі жұмсақ құрт болады. Ал тұзды құрт бұл ұзақ сақталу үшін тұз қосылған. Оның дәмі қышқылдау болады. Біздің жасап жатқан құртымыз бұл тұзды құртын, көрдің бе? Кән сен бе? Сақтау болмақ. Біздің алғашқы жасаған құрты. Сосын қатты құрт болады. Қатты құрт деген ол майы алынбаған сүттен жасалады. Бұл жеген кезде майлы әрі жұмсақ болады. Ал сықпа құрт. Біздің жасап жатқан қазіргі құрт түрі бұл сықпа құрт. Бұл арнайы дорбаға салып қатты сығылып дайындалатын құрт. Біздің жасап жатқан құртымыздың түрі сықпа құрт болады. Одан кейін езілген құрт болады. Ол суға немесе сүтке езіліп сорпамен боқтаға қосылады.